Ахмед, это председатель общественного объединения Тюльмайдана, который ратует за изучение казахского государственного языка, который проводит много мероприятий именно в этом направлении. И человек настоящий патриот Казахстана. Поэтому я его хотел бы представить перед вами. Ассаламу алейкум. Біріншіден осы ағаларыма рахмет айтқым келеді. Енді ақты ақ деп, қараны қара деп айту керек, иә? Ауған ардагерлерде лобби парламентте мықты. Ол коммунистер. Сіздерде өкінішке орай лобби жоқ. Міне Мұхтар Тайжан ғана бар, жалғыз. Осы кісіге мына алғыс. Осы бүкіл президентке, елбасына жеткізеді. Сондықтан осы жерде бас қосып атсыңдар. Енді бәрі жақсы, сіздерге енді жаңа дауыс беріп, бір бас қостыңдар, енді анын қайта-қайта шақыра бермейсіңдер ғой. Келмей ме? Болды. Басты қосып, бір регламент, бір үйім құрып, sonra жұмыс істей беріңдер. Өйткені олар ешқашан сіздерді шақырмайды. Мен өзім болдым. Өйткені ауғанда болған ардагерлер, олар тек совет атрибутикасын қолданады. Ленинді көрсетеді, осындай сөздерді айтқанда Путин портретін қойып қояды. Біз ана Ресейден байкерлер келгенде мен қазақтар жинап шықтым сонда. Бұл не масқара деп. Сонда міне тәжік ауған ардагерлеріне хабарластық, келіңдер бізді қолдандар деп. Сонда олар жастарға үйреткенде патриотический клубтар бар, Петропавл, Павлодарда міндетті түрде бұрынғы СССР-дің жалауы тұрады, сосын міндетті түрде Путин портрет тұрады. Бұл деген масқара ғой. Сондықтан бұны кәдімгідей айту керек. Бізбен бірге боласыңдар ма, болмайсыңдар ма? Болды. Сендер Путин тұр ма? Иә, бүкіл жерде солай. Интернетке кірсең. Біз анау кішігірім өздері қоқпай тұрып тұр. Біз анау неге кіргенде, Абдушукуровқа мен өзім жеке кіргенде Россияндарды қарсы алған. Бірінші жалау, Ресей Федерацияның жалауы тұр. Сосын қасында кішкентай қазақ жалау. Сонда мен айттым, ағалар қазақсыңдар ғой, орден тағып алған. Мыналар не деген үндемей отырды бәрі. Сондықтан біз сендерді қолдаймыз. Сіздер өйткені егеменді Қазақстан атынан бардыңыздар. Сіздер осы тәуелсіз егеменді қазақ өз қолдайсыздар. Олар міндетті түрде олар коммунистермен байланыстары бар. Коммунист біздің ата-бабамызды қырған партияны біз қазақ халқы мойындамаймыз. Сондықтан осы жиналған бір рет шақырдыңдар, екі рет шақырдыңдар, болды ғой. Ең основной костяк бар, өздерін жиналдыңдар, бір үйім құрдыңдар, болды. Сондықтан сіздерге мұнда бір алғыс. Осылай біз сіздерді бүкіл жерде, бүкіл ақпараттық жерде қолдаймыз қазақ халқы. Өйткені, осылардың іздері бар ғой, енді сіздер де бір жерге келу керексіздер. Өйткені олар келетті, қазақ жастарын үйретеді. Вот, Великая Отечественная война, анау, бірақ қазақ батырларын айтпайды. Мен айтам, Кенесары ханды неге айтпайсыңдар? Қабанбай, Бөгенбайды неге? Да пошел ты провокатор анау. Сол кезде қазақтың тарихын тек 41 мен 45 мен біте ме? Жоқ. Соның бәрін сіздер жеткізесіздер. Сондықтан сіздерге сенеміз, айтарым сол.